Кімсіз? Кімсіз? Помощник? Гаишниктің ба? Не үшін тоқтатасың оны? Не үшін мені тоқтатасың? Не үшін тоқтатасың? Да. Тоқтат, фарым жақсаған. А что, мен фару обязан был включать? И что трасса? Бұл қаланың іші ғой, білесің бе? Қаланың іші дейсің? Иә. Қаланың іші емес, қырқы ғой. Қаланың іші, бұл қаланың іші, қаланың сырты қай жерден бастап білесіз бе? Сіз вообще заңды білесіз өзіңіз? Анау знак не үшін тұр? Анау Шымкент бітті деген сөз. Тоқтаңыз. Мен сізге сұрақ қойып жатырмын. О, знак Шымкент бітті деген сөз не үшін тұр? Анау аяқтанда ұшақ келіп жатыр. Сіз маған қараңыз. О, знак не үшін тұр деп сұрап жатырмын сізге. О, Шымкент, мынандай Шымкент бітті деген не үшін тұр? Сіз білесіз бе, мен фараны сол знактан кейін қосуым керек заң бойынша. Сіз білесіз соны? Мен нақты жақсы деп жатыр. Мен сізге тағы бір рет айтып заң бойынша білесіз, қалай қосу керек фарды өзі. Вне населенных пунктов, вне населенных пунктов. Населенный пункт мына жерде бітеді. Білесіз бе сіз? Сол ма причина енді? Тоқтатқан. Не үшін тоқтадың? Сол фар үшін ба? Фар үшін мен фар жаққа қойып жатыр. Енді мен сізге айтып жатырмын. Енді протокол жазасыз ба? Жазады болсын, жаздың әкеңізді ғой, жазайық. Бір-бірімізге. Не болды? Бай, удостоверение көрсеңізші маған бірінші. Удостоверение? Иә. Не үшін тоқтатасыз? Қалай тоқтатасыз? Код гаиде. Жоқ, удостоверение көрсеңізші маған. Жақындатыңыз. Старший лейтенант полиции Асанов Бағлан Асанұлы, инспектор службы. Так. Енді сіз білесіз, то, что код гаиде тек қана жетонмен и сотрудник ГАИ тоқтату имеет право, білесіз соны? Сіз не үшін мен тоқтатасыз? Сіз не прокуратураға барыңыз келіп жүр ме не? Сізге проблем керек пе? Прокуратураға барыңыз келіп жүр ма? Или давно прокуратура шақырмай жүр ме? Мен не үшін тоқтатасыз? Мен сізді түсінбедім. Мен қараңыз. Превышение істедім ба? Или двойной сплошной басып кеттім ба? Или неположенный жерде разворот істедім ба? Не үшін тоқтатасыз? Жаңда фарға тоқтатасыз. Мен сізге тағы рет айтып жатырмын. О, знак көріп тұрсыз ба? Енді аналар не істеді? Шақырыңыз ана, тоқтатқан адамды шақырыңыз. Кім айтты соны шақырыңыз? Қойшы. Не үшін қойды? Шақырыңыз ана бастық па кім? Мен фараны, сол фар үшін сол соттаймын қазір. Шақырыңыз. Заңды білмейтін адамды шақырыңыз ана. Адам заңмен келе жатқан адамды тоқтатып, сіз маған фар қоспадың, анау деп маған тиісіп отырсыз. Енді мен сіздерге тиісемін. Шақырыңыз ана. Давай. Жаңа істеймін, маңдайға жазып отыр ғой камера.
Ündemiyordu. Tamam. Ama niye şu beni toktat sonra gitti? Ama niye şu toktat? Harcı olsun, harcı kaçın cevabı bilmezse bilmiyorum. Siz özünüz bilmezse kaçın cevabı bilmezse. Allah oğuzlar niye şunu tur? Allah oğuzlar niye şunu tur? Niye şunu tur? Ben size sorak koyacağım. Niye şunu tur aytsanız şu an? Tünelde kaçta kalıyorsunuz? Siz ne tüneldeyiz mi? Yaşım nazarda kalkıp uçaktan geçtim. Uzatlarım var. Al. Bana mümkün yok. Yürütüm ya. Ya. Onu ben size bunu diyeyim. İgzam tasarım siz mağazada причина остановки. Orada yıkımda oturup exam topşırayım. Причина остановки yazsanız mı? Bakma. Причина остановки Fark yazsanız. aklas var. Так, мен сізге айтамын, ол здаң не үшін тұр? Ben size tағы da qaytılап айтамын. Маған үйрететін болсаңыз, жүріңіз. Машина болыңыз, бетіңіз бар. Сіз жөндеп сөйлеңіз. Сіз жөндеп Siz сөйлеңіз. de bir işin Сіз жұмысыңызды жөндеп істеңіз. Siz Сіз de жөндеп мен істеңіз. сізге тағы бір рет айтып жатырмын. Анау не үшін тұр? Анау үшін не тұр? Siz mаған ақыл үйретпеңіз. Ondan ұрыспаңыз, документ тексердім. Неге мен оны ұрыспаймын? Тексердім ма? Не үшін? Документ неғып бермейсіз? Неге мен оған беремін? Неге мен оған беремін? Мында көрдіңіз ба, өзіңіз Жоқ, білмейсіз. неге оны мен беремін? Ол жетоны бар ма? Не үшін мен оған беремін? Ол кеденде де тұр. Ну и что? Ну и что? Сіз білесіз ба, жетонсыз адам вообще мен не имею права документ көрсетуге, білесіз Точно ба? ма? А? Точно ма? Точно. Кешіріп қойыңыз. Не кешіріп қойыңыз? Кешіріп қойыңыз. Сіз өзіңіз 789 приказ білесіз ба? Не деп жазылған айтыңызшы маған. Мен сізге обязанность бәрін айтып отырамын. Жоқ, сіз білесіз ба өзіңіз? А? Не деп жазылып қойған? Бәрін жақсы білемін. Не деп жазылып қойған? Айтсаңыз. 420. Аха. Не деп жазылып қойған? Айтсаңыз. Не деп жазылып? Міндетті емес сізге айтып отыруға. Қалай міндетті емес? Сіз маған причина айтуыңыз керек. Сіз маған причина айтуыңыз керек. Қараңыз, сіз мені тоқтаттыңыз да, сіз келесіз маған айтуыңыз причина. Не үшін тоқтаттыңыз айтуыңыз керек. Айттым дейді. Айтсам документ бермейді, ұрысып отыр дейді. Мен ұрыс емес, мен айтсам, анау Сіз маған ұрысып отырсыз ба беруге? знак, не үшін тұр? Қарасаңызшы. Мен сізге сайлап, Жоқ, знак. сіз маған ұрысып отырсыз. Населенный. Кімсіз мені приказ сұрайсыз? Енді қараңыз, сіз маған, сіз Жүргізуші. айттыңыз. Кімсіз мені приказ Сіз сұрайсыз? мені тыңдасаңызшы. Сіз Мен айттыңыз. тыңдамаймын, сіз мені тыңдайсыз. Сіз айттыңыз. Сіз мені тыңдайсыз. Неге емес тыңдайсыз? Мені тыңдайсыз. Неге емес тыңдайсыз? Сіз кімсіз мені приказ сұрайсыз? Қалай кіммін? Кімсіз? Мен шофер, водительмін. Водительмін. Водитель ма? Иә. Водительский обязанность білесіз ба? Білем. А? Білем. Сүйір жазылған ба сөйтіп? Білем. Приказ Иә. сұрау керек Мен деп? өте білем бәрін. А? Иә. Приказ сұрау керек деп жазылған ба? Причина бар жақпады деп Мен жатыр. сізге айтып жатырмын енді. Анау көресіз закты? Бұл населенный пункт, білесіз сіз? Сіз мараны не населенный пункт жабу керек? А? Точно ма? Точно. Қалай сілер бәрі ақымақ қылып жағып жүрген? Олар ақымақ. Ақымақ па? Иә, заңды білмейді. Иә. О, зактан кейін мен қосуым керек. Сіз білмейсіз или көп біледі екен? Мен көп білемін. Иә. О, знак, анау көресіз знакты? Хат не қылады? Знакты өткеннен кейін мен қосуым керек. Хат жатады бұнда. Мен шатырмын. Оны жазсаңыз протоколында. Давай. Жазыңыз. Сіздің удостоверение көрсетіңізші бірінші маған. Кіммен сөйлесіп отырмын? Маған удостоверение көрсетіңіз. Көрсетпейсіз ба? Көрсетпейсіз ба? Не обязаны, иә? Точно, иә? Точно. Сіз заңды нарушать етесіз, білесіз ба? Точно, мен сізге Сіз удостоверение. заңды нарушать етесіз. Удостоверение құпия бол. Заңды нарушать етіп жатсыз. Мен документ удостоверение тексереді. Водитель, облгай тексереді. по требованию водителя вы обязаны удостоверение маған көрсетуге. Білесіз ба? Да. Мен сізге водительский обязанность оқытайын. Все, сіз маған оқымаңыз, сіз маған көрсетіңіз. Көрсеттіңіз маған? Сіз маған бірінші көрсетіңіз. Мен кіммен сөйлестім? Атыңыз кім? Иә. Дәке, водительский обязанностьты көрсетемін сізге. Жазылған болса сөйтіп та? Жазылған болса көз алдыңызда паспортын жазам деп кетеді. Мен де сізге көрсетемінші. Значит, вы мама, значит, удостоверение не обязаны, да, показать, да? Конечно. Не обязаны. Что? Не обязаны. Хорошо. Не обязан. Неправильный маневр, создал аварийную ситуацию. Непрофессиональная встречка. Әйгер үт жағмаса шықпақ ма? Неге? Жоқ, сіз айтып отырсыз, что сіз не обязан, дұрыс па? Не обязан мен. О, хорошо. Мен маған жико не үшін тұр, мен форма не үшін берілген?
Сотрудник дорожной полиции при остановке транспортного средства обязан незамедлительно подойти к водителю, назвать причину остановки, ССС, и в дальнейшем действовать в зависимости от причин остановки, состояния и поведения участника дорожного движения. Сотрудник дорожной полиции может предложить выйти водителя из кабины салона транспортного средства в следующих случаях. Для устранения технической неисправности транспортного средства, мысалы машина не то болса, когда имеется достаточно оснований полагать, что водитель находится пьяный. Для проведения присутствия водителя сверки номеру агрегата и узлов транспорта записываем регистрационный документ. Для проведения досмотра багажника основного. Когда водитель или пассажиры подозреваются в совершении преступления, наводка, сюрет, В иных случаях, когда требуется участие водителя во время необходимых документов, либо оказание помощи другим участникам дорожного движения. Слышно? Так, не следует сообщать о действительной причине остановки. Если бандитер стоит, можно. При возникновении конфликтной ситуации, претензиях или потребованиях участников дорожного движения, вместо претензий, как предъявлять это, сообщает номер нагрудного знака X и предъявляет, не выпуская из рук, служебное удостоверение, разъясняет права и порядок обжалования своих действий, предлагает гражданину в письменной форме изложить свое несогласие. Не дейсіз, сол кезде бұл заң кім үшін жазылған? Не үшін жазылған? Мынаны тыңдаңыз. Бұл приказ Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 14 декабря 2002 789 номер. Сол кезде сіз министрге бағаланбайсыз ба не? Жоқ? Министрге бағаланбайсыз ба? Мен сізге удостоверение көрсете алмаймын. Қайқа барсаңыз, жаққа барып сотқа беріңіз. Мен көрсетпеймін удостоверение. Онда қараңыз, мен сізді қараңыз, енді қараңыз. Онда қараңыз. Сіз маған удостоверение көрсетпеңіз, мен кіммен сөйлесіп отырғанымды қазір білмеймін. Может, бандит переодетый. Жоқ, тыңдасаңызшы. Жоқ, мен тыңдасаңыз, сіз бірінші маған көрсетіңіз, кейін мен көрсетемін. Вот солай. Мен бандитпін ба? Кім біледі? Может, сіз форма сатып алып, нагрузочный доп киіп алып. Можете отмыз ба? Можете отмыз. Даже көп қой варианттар. Көп қой варианттар. Сәл тіліңізге байқап. Мен сізге тағы айтамын, удостоверениеңізді көрсетесіз ба? Көрсетпеймін. Мен де көрсетпеймін. 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 Шақыра берейін ба? Шақыра беріңіз. Сен қапы болмайсыз ба? Сіз өзіңіз қапы болыңыз кейін маған. Мен қапы болмаймын. Абайлаңыз. Қапы болмаймын. Мен ешқандай қапы болмаймын. Мен де қапы болмаймын. Сіз маған удостоверениеңізді обязаны көрсетесіз. Отырып, мен өте көп жазам, прокуратураға жазам, анаяққа жазам, Астанаға жазам, көп жазам. Енді қайтемін, жұмыс істеңіз деп қой. Жақсылап жұмыс істеңіздер. Қайып. Жақсылап жұмыс істеңіздер. Заң бойынша. Қайып па сол? Қайып. Ертеңгілігі саяғы болады онда. Енді сіз заң бойынша жұмыс істесеңіз, сізге ешкім тиіспейді. Ертеңгілігі онда бір саяғы. Сіз заң бойынша жұмыс болады, Дидар емес, Дидар. Сіз заң бойынша жұмыс істесеңізше, сізге ешкім тиіспейді. Түсіндіңіз ба? Сізге өзіңізге тиісті ме жоқ? Тиісті. Неғып параны қоспайсың дейді. Сіз документ шығармайсыз. Неғып мен оны шығарым көрдім? Неғып мен оны шығарым көрдім? Неге мен оны шығарым көрдім? Территорияда участковый тексере аламын ба, тексере алмаймын ба? Қай территорияда? Өзі сіздің тұратын жеріңіз. Қаланың ішінде ма? Любой жерде. Нені тексереді? Документ па? Полный. Не полный? Машинеңізді, үйіңізді. Жоқ, тексермейді. Тексеріп қойыңыз. Не үшін тексереді? Тексермейді. Участковый тексермейді. Может, басқа тексереді, мен тексермейді. Иә. Мен заң бойынша жүремін. Заң бойынша жүремін. Не үшін мен тексереді? Жоқ, айтыңызшы, не үшін? Мен, мысалы, мен нарушение, бір бәле, ұрлық, бір бәле жасап болса тексереді. А так ашын нешін тексереді. Ұрлардың шекесін жазып қоймадым, мен ұрымын деп. Енді дұрыс қой? Дұрыс қой? Ал әркім өзі жұмыс істейді. Әрқайсымыз тоқтатып тексермесе қаяқтан ұстайсың ұрымды? Енді дұрыс қой? Өз алдың жерім, мен ұрлық істедім деп. Жоқ, әркім өзі жұмыс істесін. Дұрыс па? Сіз нормально жұмыс істесеңіз, сізге ешкім тиіспейді. Сіз қазір заңды бұзып отырсыз. Содан кейін мен сізге сөйтіп айтып отырмын. Сіз удостоверение обязан көрсетіңіз. Сіз көрсетпей көріңіз. Көріңіз. Мен де көрсетпеймін. Мен де көрсетпеймін. Сен нормально сөйлесең, мен көрсетемін. Мен нормально сөйлеп отырмын. Мен сізге айқайладым ба, ұрыстым ба, боқтадым ба, не істедім? Не істедім? Сен рекетөрсің да.
Жодырып қой. Мен үйде айтқан жоқ, мен айттым. Кім біледі сіз кімсіз? Документ көрсетсеңізші. Может, сіз бандитсіз переодеты, дұрыс па? Форма сатып алғансыз и жаңағыдай тұрып, бүйтіп жұмыс істемей айтсам иә. Удостоверение көрсетесіз. Енді кім біледі қазір ешкімге сенім жоқ. Ешкімге сенім жоқ. Ешкімге сенім жоқ. Сіз қарағандыда а? Кім біледі? Қарағандыда не отқа көріп отқан шығарсыз? А? Адамдар қалай жүр көрген шығарсыз, телевизорда көрсетіп отырмын күніге КПК-да. Вот сол сияқты ғой, сол сияқты. Оу. Аяқтың екі кісі болады. Жоқ, былай ғой, қараңыз. Мен сіздің атыңызды білмеймін да, қараңыз. Мен, допустим, келе жатып, нарушение істесем, мені тоқтатса, мен түсінемін да, нарушение бойынша, мен тоқтатам. Ал қараңыз, мен нарушение істеген жоқ, мені тоқтатады, и еще маған обвинение істейді, сені пары қосылады. Түсінесіз ба? Ол, анау, заң білмейтін адамдар тоқтап, соларға айтсын. Түсінесіз ба? Керек болса, бір айна алып береді, иә? Қазір тауып бересің нарушение? Давай, тауып беріңіз. Тауып беріңіз. Тауып берсеңізші. Сіз удостоверение көрсетпей жатсыз. X253 деген жетоныңыз бар, бірақ кім атыңыздың, фамилияңыздың, должностыңыздың айттым бәрін. Айтқаныңыз мен жақсы ескен жоқпын шынымен. Мен удостоверение көрсетіп деп ойладым. Теріс қарап отырсыз. Удостоверение адам жақындаған уақытта қарау керек қой. Удостоверение көрсетпей жатсыз. Деген адам құсаға теріс қарап отырса, конечно, естімейсің де. Жоқ, қарасаңыз. Или мен отта істеген жоқсың десең да. Мені? Представить еткен жоқсың десең. Представить еттім, бірақ удостоверение көрсетпеді. Құдайға шүкір етіп айтқаныңа да. Иә. Мен кетсем, сен мен сілеген адамға теріс қарап отырсың. Конечно, естімейсің де. Жоқ, шынымен. Сіз удостоверение неге көрсетпедіңіз? Көрсетпеймін. Неге? Айтыңызшы. На принцип па? Маған ол менікіне жатпайды ол. Жоқ, на принцип көрсетесіз ба? Мен де на принцип көрсетемін. Бір-бірімізді сөйтіп онда. Уақыт жолы бір-бірімізді принцип. Сіз көрсеңіз, мен де көрсетемін. Қиындау болады. Неге? Неге? Жас бала емессің ғой. Жоқ, жас бала емес болғанда дұрыс қой енді. Просто мысалы мен нарушать етсем да, вот мысалы мен, алмаз заправкадан кейін. Ханның қызында да кемшілік болған, дияр. Жоқ, қарасаңызшы, тыңдаңызшы. Вот мысалы мен алмаз заправкадан өскеннен кейін вес фар өтсем, сіз тоқтатсаңыз жарасады. Потому что населенный пункт. О, Шымкент бітті деген зат тұр. Ол не үшін тұр ол заң? Вот, Шымкент бітті деген сөз. Шымкент бітті деген сөзі, значит, населенный пункт бітті. Населенный пункт бітті, значит, я должен ближний фар включить. А вот как в данный момент мен населенный пункт ішінде тұрмын. Я не обязан включать. Түнелде кіріп жатқан кезде, түнелдің ішіне мен қосуым керекпін. Түнелде шыққан кезде мен не істеуім керекпін. Сол жерде знак тұр, түнел деген. Қаланың ішінде жағып жүретін деген енді ол приказын көрсетсемші. Қаланың ішінде? Қаланың ішінде жоқ. Көрсетіңіз. Вне населенного пункта. Кешіріп қойыңыз. Соғандай болса ше. Айтасың. Онда не болады? Онда жазасыз. Полный ма? Жазасыз, иә. Қатты қателесесің сияқты. Жоқ, әкелсеңізші онда. Таласпа, не қыласың? Мен ұқсатқан жоқ, сіз өздеріңіз маған бәле жауып. Бәле жауып басқа жоқ, мен саған жайлап сұрауға келсем, сен маған ақыл үйретіп тұрсың ғой, дияр. Жоқ, дұрыс қой, сіз маған бәле жауып, сіз ближний фар деп отырсыз. Мен айтатым, я не обязан деп отырмын. Жағылың көреді. Мен не обязан. Сонда ананың бәрі ақымақ қой, ақымақ емес, ол заң білмейді. Заң білмейді? Иә. Заң сен білесің ғой. Мен білемін. Жақындады ма, келді, айт. Мақұл, жайлап, айт. Мен айттым ғой. Мен айттым, я фары не обязан включать дедім. Мен айттым ғой, мен оған не десем. Удостоверение көрсетсем, көрсетті. Кейін мен айттым, сіз не үшін мен тоқтатасыз дедім. Сіз олай деп, ближний фар. Мен айттым, хорошо, жетон кәні. Ол айтса, мен машина андаймын дейді. Мен айттым, онда именно жетоны бар адам шақыр дедім. Кто имеет право со мной разговаривать, сол шақыр дедім. Сөйтіп сізді шақыр. Енді сіз де маған айтып тұрсыз. Оған документ көрсетуге болмайды сонда. Мен көрсетпеймін оған. Онда жазылмаған ба? Мен оған көрсетпеймін. Не үшін мен оған көрсетпеймін? Оған жазылмаған ғой. Жоқ, мен не үшін оған көрсетемін? Сотрудник ГАИ көрсетемін. Сотрудник ГАИ тек қана. Басқа көрсетпейсің. Тек қана сотрудник ГАИ. Басқа көрсетпейсің. Жоқ, тек қана сотрудник ГАИ көрсетемін. Вот сіздікі де адам жетон. Басқа көрсетпейсің ғой. Көрсетпеймін. Бірақ сіз удостоверение көрсетпедіңіз. Сізге де көрсетпеймін. Кім маған удостоверение көрсетсе, оған көрсетемін. 789 приказ мен үшін шығарылмаған, сіздер үшін шығарылған. Министрмен. Значит, сіз министрді құлақ салмайсыз. Старший сержант полиции Пойтанов Усен Абдукадирович, младший оперуполномоченный ОБ-ГП. Так, енді.
Mana sizga. Хотя негізі siz meni ne uchun to'xtadingiz? Birinchi aytib berіңizchi. Tekshirish uchun. Neni tekshirish uchun? Kompyuterdan tekshirish. Aristema, fotograf. Kerak. Ushilinga bo'ladir o'shunday. Оружие sonda izlayapti. Narkotik. Mana оружие tur. Оружие tur, qarangsiz. Tur. Ko'rasiz? Mana разрешениеңiz bor, ko'rsingmi? Mana. 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 Свежий, оригинал. Ставим страховку. Газ. Mana страховка оригинал, новый. Mana доверенность. Bagajni topshiribdi. Protokol жазылса? Протокол досмотра жазыңыз, кейін ашам. Екі поинттан шақырасыз, протокол досмотра жазыңыз, кейін ашам. Компьютер қалай машина? Бар, өзіңіз салып әкеліп беріңіз. Я не обязан. Шынымен, облгайде бастырғым. Көрсетеңізші бәрін, реестр бәрі. Радар мен сізге айта салайын, сразу таза. Радар mı? Иә. Сенбесеңіз, бар тексеріп беріңіз. На компьютерде шыға ма? Тексер. Мәңіз, тексеріп берсеңіз. Шыға ма? Мәңіз, өзі. Ақмақ емесің? Принципте тұратын ба? Мен принципте тұратын, мен заң бойынша істедім. Да? Иә. Сіз если ерінбесеңіз, бар тексеріп беріңіз, пожалуйста. Мен тазамын. Таза болмасам, мен өйтіп жүрмеймін. Өзі? Мен сөз мен ақымақпын ба, бір бәлемін ба деп. Дұрыс қой? Ана правилаңызды ашыңызшы. Документ бәрін беріңіз маған. Бәрін. Не дейсіз? Правилаңызды ашыңызшы. Не үшін? Ашсаңыз көрейін. Не үшін ашсаңызшы? Ашсаңызшы. Жүргізушінің міндетін білесіз ба? Білемін. Не деп жазылған? Соблюдать законы, соблюдать правила дорожного движения. Нені? Не свет болады? Не істедім мен? Мен не істедім? Заң бұздым ба? Не істедім мен? Не үшін мен ұялым керекпін? Айтыңызшы. Не істеп кеттің? Есің бір басқа шықты қазір. Білмеймін. Соны аламын. Аламын. Праваңызды ауыстыратын уақыт кетті. Неге? Қай жерге жазылып тұр işte ауыстырмай өтінді. Көрінбейді. Не көрінбейді? Қазақстан гражданствосын алдым. Иә, алдым. Ауыстырмайсыз сен? Ауыстырамын. Мен бұнымен жүре ғой, білесіз ба? Қайырға жазып қойды. Бір бәлі деп. Дұрыс қой енді. Жақсы құшағын деп отыр ма? Бұл международный права. Жақсы көрінбейді. Международный права. Бұл қараңыз. Бұл правамен, мен не только Шымкентте, мен бұл правамен Америкада, Францияда, Японияда. Жүре алмайсың деп жатқан жоқпын. Уақыт жақында қапсыз жазу несі жатыр. Енді мен кінәлі емеспін, печать. Мен кінәлі емеспін. Мен де кінәлі емеспін. Конечно, сіздің кінәлі. Сіз если сенбесеңіз, запрос берсеңізші. Ана қақет құстағын Дұрыс қой енді маған сенбесіз ба? деп отыр ма? Маған сенбесіз ба? Или ұрысқын деп отыр ма? Права тұр, дұрыс па? Права тұр. Мен сізді пәлендеп жатқан жоқпын. Ауыстыратын уақытыңыз жақында қапты деп. Жарайды, уақыт болса ауыстырамын. Ұрысқын деп отыр ма дияр? Өзіңіз ғой. Зачем ұстап отырсыз ба? Мен сізді тоқтатып аламын, өзім тоқтаттым. Мен пәлен деген жоқпын. Тоқтатты келдім. Пара дедіңіз. Жолың болсын. Жақсы.